Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чили кон карне деп аталатын ыстық тағам дайындаймыз. Атауы өзгеше болғанымен бұл тағамның аса бір өзгешелігі жоқ. Сіздер өз қалауыңызбен, өз талғамыңызбен дайындауға болады. Атауы былай аударғанда чили етпен деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл тағамның маңызды ингредиенттері бұл чили бұрышы және фарш болып табылады. Мен бұл видеода өз талғамыммен дайындадым, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз барлық керекті көкөністерді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Бұл менде сәбіз, тәтті бұрыш. Негізі бұл тағамның басты ингредиенті чили бұрышы деп мен айттым, бірақ мен тағамның ащы түрін жей алмаймын, сондықтан мен тәтті бұрышты қолдандым. Егер сіздер ащы жей алатын болсаңыздар, онда міндетті түрде чили бұрышын қолданыңыздар. Пиязды да 4 бұрышты етіп тураймын. Сарымсақты ұсақтап тураймын. Және қызанақты видеодадай 4 бұрышты етіп тураймын. Қызған табаға зәйтүн майын құйып, майы әбден қызған соң туралған сәбіз және тәтті бұрыштарды салып қуырып аламын. Шамамен 4-5 минуттай көкөністер әбден жұмсақ болғанша қуырамын. Кейін үстінен пиязды салып, тағы да 3-4 минуттай қуырамын. Менде барлығы жұмсақ болып қуырылды. Енді үстіне фарш саламын. Жақсылап араластырып, фаршты да қуырып аламын. Үстінен сарымсақ салып араластырамын. Бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да шамалы араластырамын. Үстінен сосын қызанақты саламын. Тағы да барлығын жақсылап асықпай араластырамын. Араластырып болған соң үстінен шамалы ғана бетін жауып тұратындай ыстық су құямын. Дәміне қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер қосамын. Мен дәмдеуіштерден тек қана паприканы ғана қостым. Сіздер кез келген өзіңіздің қалауыңызбен дәмдеуішті қоса беріңіз. Екі-үш минуттай бұқтырып, үстіне фасоль және де туралған салат жапырағын қосамын. Сіздер кез келген көк шөпті қоссаңыздар болады. Петрушка, укроп, немесе кинза және тағы да басқаларын. Барлығын араластырып 2 минуттай бұқтырамыз. Бұл тағамға гарнир ретінде көбінесе күрішті пайдаланады. Мен күрішті алдын ала суға пісіріп алдым. Мінекей
чили кон карне деп аталатын ыстық тағам дайын. Көргендеріңіздей дайындалуы аса қиын емес, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі дастарханыңызға ерекше көрік беретін ыстық тағам. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоны ұнаса міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сұрақ болса сұрақ қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар, сол кезде менің видеоларым сіздерге шығып тұрады. Ас болсын.